Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен моншақ әсіптің рецептімен бөлісетін боламын. Сиыр немесе қой етінің ішкі құрылыстары, яғни өкпе, жүрек, бүйректерінен жасалынады. Осылай мясировкадан жақсылап өткізіп аламыз барлығын. Өз қалауларыңыз бойынша іш май қоссаңыздар да дәмдірек болады, ал мен құйрық май қостым. Осылай барлығын жақсылап өткізіп аламыз. Нақты грамм жоқ, қыздар. Көз өлшеммен керегінше пиязы мен чесногын қосып, барлығы мясировкадан өткізіп болғаннан кейін үстіне жуылған күрішімізді саламыз, және де тұз бен бұрышымызды салып, бір бокал су құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, қою болмау керек, орташа сұйықтау болып, осылай дайындап алатын боламыз. Қазіргі кезде әсіп қайтадан трендте болып жатыр. Әсіпті де әдемілеп, моншақ етіп, каждый 5 сантиметр сайын қысып, әдемілеп, моншақ түрінде істеп, барлығы дастарханға ұсынып жатыр. Өте дәмді қазақтың осындай әдемі әсібін өзіміз үйде жасап, морозильникке қатырып қойып, кез келген уақытта қайнатып жесеңіздер де болады. Қазір тек осы әсіпті ғана пісіріп, жақсы табыс тауып жүрген қыз-келіншектерді де білемін. Осылай үйлерінде отырып, маржасын тауып, өз кәсіптерін айналдырып отыр. Және де осылай сиырдың ішегін жақсылап жуып аламыз, қыздар. Сөйтіп, сіздерге лайфхак, баклажканы кесіп, осылай ыңғайлап алсаңыздар, құю да ыңғайлы болады. Көріп тұрғандарыңыздай жақсылап ішін толтырып аламыз, және де жаңағыдай 4-5 сантиметр сайын осылай белінен қысып отыратын боламыз шіппен. Сонда піскен кезде моншақ әсіптеріміз кәдімгідей кішкентай дастарханға қойғанға да өте керемет, әдемі болып көрінеді. Көріп тұрғандарыңыздай осындай жұмсақ, әдемі болып шығады. Әсіп жұмсақ болып пісу үшін 1,5 сағаттай уақыт кетеді. Осылай бірінші қазанға салмас бұрын жақсылап инемен тесіп шығамыз. Бірнеше жерінен тесуді ұмытпаңыздар. Теспей салатын болсаңыздар, әсіптеріңіз жарылып кетеді. Сондықтан осылай асықпай иненің көмегімен тесіп шығыңыздар. Осымен біздің әсіптеріміз дайын болды. Қонақтарыңызға әдемілеп ұсына берсеңіздер болады. Парақшам пайдалы болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.